Алименттен жалтарған 139 адам сотталды. Одан бөлек 4,5 мың адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Былтырғы жылдың көрсеткіштерін Әділет министрлігі жариялады. Біршама борышкердің банк шоттары бұғатталып, елден шығуға тыйым салынған. Материалдық жағдайы бола тұра, міндетін орындамаған кей ата-анадан қымбат маркалы көліктер мен пәтерлер тәркіленіп, қарыз жабылды. Қазіргі таңда 283 мың атқарушылық іс бар. 270 мыңнан астам әке өз балаларын асырау міндетін орындамай жүрсе, 11 мыңға жуғана берешегін өтеуден қашып жүр. Ведомство дерегінше жылдар бойы алимент төлемеген 16 мыңнан астам борышкердің қарызы 16 миллиард теңгеден асып кеткен. 2024 жылы 6 мыңнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Биылғы жылы да осы межені төмендетпей жергілікті атқарушы билік өкілдері мен борышкерлерді жұмысқа орналастыру қызметін жалғастыратын боламыз. Өз міндеттерін орындамаған үшін борышкерлер әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылады.